Баршаңызға сәлем. Бүгін 1688-де қалай размер таңдауды көрсететін боламын. Бір аяқ киімді қарап көрейік. Осыған басамыз. Әрі қарай аяқ киімді іздейміз. Мысалы, мына кроссовкиге кірейік. Астына түсе берсек, әртүрлі кроссовки бізге шығады. Мысалы, осыны таңдайық. Астына қарай түсеміз. Товарымыздың характеристикасын іздейміз. Міне қарасаңыздар, бұл жерде 35-тен 40-қа дейін размер бар деген сөз. Ал бұл жерде размерлер жазылған. ММ дегеніміз ол сантиметр деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мына жерде 225, ол сантиметр бойынша 22-ді 5 сантиметр. Ал мына жерде 23 сантиметр, мына жерде 23-ді 5, мына жерде 24, 24-ді 5, және де 25 сантиметр. Осылай санайтын боламыз. Мысалы, 40-шы размер, ол сіздің аяғыңыз 25 сантиметр деген сөз. Енді біз қалай аяғымызды өлшейтін боламыз. Біз ақ қағазды жерге қойып, үстіне аяғымызды қоямыз. Әрі қарай ручканы немесе карандашты алып, аяғымыздың табаны мен аяғымыздың саусағының үстінен сызып аласыздар. Одан кейін сызғышпен өлшейсіздер. Одан кейін шыққан сантиметр сіздің ол аяғыңыздың сантиметрі деген мағына. Осылай аяғыңызды размерін біле аласыз. Кейбір карточкаларда қалай өлшеу керектігін көрсетіліп тұрады. Егер ешқандай мәлімет болмаса, онда сіз осы жерге басасыздар. Продавецке переводчикті қолдана отырып, сәлематсыз, маған размерін айтып жіберіңізші деп жазасыздар. Продавец міндетті түрде сізге жауап береді. Міндетті түрде тексерілген магазиндерден алуға тырысыңыздар. Мінекей осылай аяқ киімдердің размерін өлшеп аламыз. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.